Сәлеметсіздер. Менің есімім Назике Нұрмұратова. Мен бүгін сіздермен өзімнің денсаулық жөнінен мынадай результатпен бөліскім келіп тұр. Қызылорда облысы Шиелі ауданында менде Зұлпыхар есімді 47 жастағы жігітті сахарный диабеттен еще аяқтың үлкен саусақта басталған гангренадан емдеп жазып алдық. Бұны декабрь айының 14 күні ол кісі скорый менен хирургия бөліміне түскен. Асқынған түрі сахарный диабеттің, ол кісіде үлкен саусақта шіру басталып кеткен. Ал дәрігерлер ол кісінің аяғын тек кесеміз деді. Сол уақытта біз көмекке бардық. Алла қалап қолдап сол кісінің аяғын жазып, күніге 2 мәрте аяққа король кардицепс және шаймен жағдай жуып отырып, король кардицепсті тамызу арқылы гангренаны тоқтаттық. Бас аяғы 4 күнгі желтоқсан оқиғасына байланысты 4 күнгі демалыста 5-6 күндері келген дәрігер уже бұл кісінің аяғын кесуге болмайтындығын айтты, уже үміт бар деді. Сол күннен бастап 10 күннің ішінде бас аяғы гангрена тоқтады. Алла қалап бас аяғы 20 күннің ішінде ол кісі больницадан шықты, ауруханадан. Және аяғына кәдімгідей бүкіл шіріген аяқтағы еттер түсіп қалды, орнына қайтадан кожа шықты. Ал өзінің сахары қазір сол 4-5-ден көтерілмейді. Бірақ ол кісінің ішіп отқан өнімдері біздің Infinity компаниясынан шай, санвей, үнемі король кардицепс және табанға стопный пластыр жапсырдық. Табанға аяқтың басына шөп қалған сахарды стопнеймен тазалап алдық. Бүкіл қан құрамын жаңа препараттармен, алтын жебемен тазаладық. Сонан кейін екінші курс лечениеге эликсир молыстыйды қостық. Алла қалап қазір ол кісі толық өзінің мұғалімдік жұмысын өз ауданында атқарып жатыр. Толық жазылып кетті деп айта аламыз. Осындай өнімдерді біздің компаниямызға келіп отырған біздің компания көшбасшыларына, басшыларымызға өте шексіз алғысымды білдірем. Және осындай керемет атақты леке өнімдері біздің халықтың денсаулығына толық жағдай көмектесетініне көзім анық жетті. Өйткені сахарный диабеттен болған гангренада медицина дәрменсіз екендігін көрсетті. Ал біздің өнімдер сол кісінің аяғын толыққанды жазып алдық. Қазір ол кісі жұмысын жасап, аман есен жанұясымен тіршілігін етіп жатыр. Сіздерге рахмет.